Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі айтатын тақырып жүгері шашағы. Жүгеріні бәріміз жақсы білеміз, ал оның шашағының пайдасының мол екенін бірі білсе, бірі білмейді. Мамандар жүгері шашағының бауыр, өт қабығы ауруларына ем екендігін дәлелдеген. Сондықтан оны дәрігерлер емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецит, холангит, тас байлау сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолдануға болады. Дәрі-дәрмекпен қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады, өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпас үшін тұнба қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге болады. Жүгері шашағын бауыр емдеу кезінде мына әдісті қолданады. Ұсақталған жүгері шашағының 2 ас қасығын 1 стакан қайнаған сумен араластырыңыз. Стаканның бетін жауып, ыстық су құйылған ыдысқа салыңыз. Шамамен 20 минуттай булау жасау керек. Белгіленген уақыттан соң стаканды алып, балалардың қолы жетпейтіндей жерге қойыңыз. 40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасық ішесіз. Емді тамақтан соң күніне 4 рет қабылдау керек. Емделу мерзімі 2-3 апта. Бүйректі емдеу үшін 50 грамм ұсақталған жүгері шашағын жарты литр суға салып, баяу отта қайнатасыз. 5-10 минуттай қайнаған соң отты сөндіріп, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан кейін сүзіп алып, аз жұтымнан күні бойы ішіп тауысытыңыз. Емделу ұзақтығы 2 апта. Бұл тұнба бүйректің жұмысын жақсартады, несеп жолдарын тазалайды, ісікті қайтарады. Циститке ем. Бүйрек пен өттегі тасты түсіреді. Циститті емдеу үшін 1 ас қасық жүгері шашағы мен салаубас шөбін жарты литр қайнаған суға саласыз. Қоспаны ыдысымен ыстық суға салып, 15 минуттай булау жасайсыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 30 мл-ден күніне 4 рет ішесіз. Емделу ұзақтығы 1 ай. Өтті емдеу үшін 50 грамм кептірілген шашақты 150 мл жылы суға салып, қақпағын жабасыз. Оны ыдысымен ыстық суға салып, булау жасау керек. Шамамен 15-20 минуттан соң стаканды алып, тұндырып қойыңыз. Дайын болған емдік сусынды 1 ас қасық тамақтанудан алдын күніне 3-4 рет ішесіз. Емделу ұзақтығы 2 апта. Және де анемиядан айықтыру үшін жүгері шашағы таптырмас құрал. 4 ас қасық шашақты 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стакан әр 2 сағат сайын шай ретінде ішіңіз. Емі тамақтан соң жүргізу керек. Бұл тұнба гемоглобинді көтереді, әрі қан азықтан арылтады. Ақпарат ұнаған болса, каналыма жазылып, келесі видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыз.